Қазақтың асыл азаматтары табысқа өзі ғана жетуді мұрат тұтпай, қанаттас әріптестері мен соңынан ерген бауырларын қолдауды ұмытпаған. Оның белгісі мына қолтаңба. Інім Әзілхан. Біраз күндер бірге жүріп, бірге әзіл әңгіме, мәжілістер өткізген. Өрістер бірге болған күндерде туған қадірлестік. Осылай басталатын сыйластық көңіл ұлтымыздың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің көкірегінен төгілген екен. Абай жолы эпопеясының, қилы заман мен қараш-қараш хикаяларының, 70 жыл сахнадан түспей келе жатқан ондаған пьесалардың авторы, қазақ тұрмысының энциклопедиясы болған Мұхтар Әуезов өзінен кейінгі толқын тәрбиесін ұмытпаған. Университеттегі дәрістерін әлде бір сиқыр тартқандай елтіп келетіні бар жүздеген шәкірті тыңдайтын. Ел ішінен сәлем беруге келіп, Әуезов өнегесін өмір ұмытпай жүретін мыңдаған тілектестері тағы болатын. Ал ауыл аралап шыққанда халық арасындағы танылған, танылмаған таланттар, аты әлемге әйгілі қаламгерді бір көріп қалуға асығатын. Әуезовтің сондай бір әсерлі сапары Ертіс бойындағы Кереку қаласына арналыпты. Өрістер бірге болған күндерде туған қадірлестік, құрмет достық белгісіне шынайы дос-жар көңілмен. Енді қолтаңба алушы жайында. 50-ші жылдардың ортасында тағы басына іс түсіп, Сергелдің болған Мұқаңның көңілін серпілткен інілерінің бірі Павлодар облыстық Қызыл ту газетінің редакторы Әзілхан Нұршайықов. Кейін әдеби орта қолқалауымен Алматыға оралатын Әзілхан Нұршайықовтың қаламынан кәрмен жас-жастанып оқыған «Махаббат қызық мол жылдар» романы туды. Одан Батыр Бауыржанның өзгеше өмірін өзек еткен диалогтар түрінде өрбейтін «Ақиқат пен аңыз» қос кітабы халық сұрауымен әлден рет басылып, қазақтың әр шаңырағына жетті. Ой тоқтатқан шағындағы Әуезов пен қадірлестікті Әзілхан Нұршайықов та жүрегінен жоғалтпайды. Шынайы дос-жар көңілмен Мұхтар Әуезов. 29 маусым 1958 жыл. Кереку.